Эверест жобамыздың бүгінгі шығарылымы ұзағырақ және қызығырақ болмақшы. Себебі бізде осы құрылыстың басында параллельно жұмыс жасап жүрген командалардың жұмыстарымен бөлек-бөлек таныстыратын боламыз. Олар кімдер бізде? Бізде объектте қазір көрсек болады. Дәнекерлеу, сварочный жұмыстар болып жатыр. Одан кейін композитный панель, аликабонд. Оның да бригадасы бізде жұмыс істеп жатыр. Кейін лестница, одан кейін витражный, яғни біздің терезелерімізге қатысты бригадалар осы объектте жұмыс істеп жатыр. Ой туады қағазға түседі, сызбада болашақ көрінеді. Архитектура жай сурет емес, бұл есеп тәртіп дәлдікпен өлшенеді. Әр сызық жауапкершілік, әр жоба нақты қадам. Құрылыс деген тек бетон емес, бұл сенім жүйе адамға арналған. Сәулет туып алға, ойдан іске сөздерін ғимаратқа. Жалпы көп адам табиғатқа шығып, табиғат аясында таза ауада, таудың бөктерінде, судың жағасында үстіп костер жағып демалатын болса, біздің демалыс осындай құрылыстың басында, объекттің басында болады. Себебі кім өзінің жұмысын жақсы көрсе, сол жұмыстың басы демалыс демекші. Міне біздің демалыс осы. Отымыз міне, суымыз міне. Осындай жерде отырып, біткен жұмыстың әрбір процесінен рахат, ләззат ала отырып демаламыз. Сәулет туып алға, ойдан іске сөзден ғимаратқа. Сәулет туып нық қадам, қағаздан ақ өмірге барар жол. Сырт жақтағы красотаны, сұлулықты көрсететін аликабондқа қатысты металлоконструкцияны және басқа да қоғамдық болсын, жеке тұрғын үйлер болсын, кез келген біздің архитектуралық ұсынған қиын формалардың барлығының металлға қатысты конструкциясын шығаратын ол бізде Ғалекең. Ғалекең, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Тағы да толықтырып кететін болсақ, Ғалекең бізде ворота, калитка, навес, жалпы сварочный металлоконструкцияға қатысты барлық жұмыстарды жасай береді. Және де бұл кісі бұл салада жүргені 1 жыл немесе 2 жыл емес, өте үлкен стажы бар, опыты бар, 7-8 жыл болған. Сол себепті біз кез келген осындай жұмыстарға қатысты кім бар, қандай мамандар бар деп сұрайтын клиенттерге біз толыққанды сеніммен осы кісілерді ұсына аламыз. Аликабонд каркасына қатысты, жалпы сваркаға қатысты ең бірінші не нәрсені ескеру керек? Маңыздылығы не ол жерде? Бұланбай бірінші проектін білу керек. Проектін, Екінші бірде размерден шатаспай керек та бұланбай. Үшіншіден упор жақсы болу керек. Основной жұмыстар не өзі негізі сваркадағы основной ескерілетін нәрселер? Негізі основной көз ғой бұрады ауыратын. Бұланбай очки болу керек көзде. Перчатка обязательно. Форма болу керек. Яғни бұл сұрақтарды қойып атқаным бізде құрылыстың басында жаңағыдай маманды өзінің саласына қатысты жібердің, болды өзінің тірлігін істей берсін деген сияқты нәрсе емес. Ол жаңағыдай қауіпсіздік ережелері бар. Өйткені Құдай сақтасын, кез келген жұмыс жасап жатқан маманға ертең бір жағдай болып қалатын болса, ол біріншіден сіздің жұмысыңыз тежейді. Ертең дознавательдер келуі мүмкін, басқа келуі мүмкін, ол сіздің жұмыс жүру процесіңізді ұзартып жібереді. Сол себепті именно осындай жоғарғы деңгейде жасалатын жұмыстарда қауіпсіздік ережелері бірінші орында тұрады. Обязательно. Оны біздің Ғалекеңдер толыққанды сақтап, өздеріңіз байқасаңыздар болады. Мына жердегі лесалардың пойыспен жүреді балалар. Пойыспен. Ғалеке, мына жерде мен байқап отырмын да, біздің навестің конструкциясы тұр, басқа тұр. Кәдімгі грунтовка жағып, жаңағындай біздің композитный панельдің ішінде қалып кететін дүниелердің өзін грунтовка жағып тұрып жасаған екенсіз. Ол енді грунтовка жаққан себебіміз. Грунтовка жаққанымыз ертең мысалы іші намдануы мүмкін, терілуі мүмкін. Ұзақ мерзімге жатады красканың өзі. Жақсылап шлифовка жасап, топтарын алдырып, оны бірінші грунтовка шашамыз постоянно. Іштегі болсын, сырттағы болсын, разница жоқ. Ол ертеңгі күні шов түскен жерлерде тот басу процесінен 10 жыл ма, 15 жылда ма кішкене сыр беру мүмкін, Ол іште жатып терлейтін бар, су болады, шіруі мүмкін да металл. Ескерілетін дүние. Негізі кез келген жұмысты бастар алдын, именно осы Ғалекең болсын, басқа болсын, осы салада жүрген кісілерден бұл нәрсе бірінші ұсынылуы керек. Ары қарай егер тапсырыс беруші, мен ондай қосымша шығындарға дайын емеспін, болмаса ол нәрсе маған керек емес, олай жасамай кете беріңдер деп айту да мүмкін. Бұл негізі ақша экономдайтын жер емес, көп қатты қаражат талап етпейді, бірақ біраз дүниелер шешеді. Алдағы уақытта. Енді сонша ақша салынып атқаннан кейін, ол нәрсе ұзақ қызмет жасап беру үшін осындай бір қарапайым дүниелерді ескеріп кеткен дұрыс болады. Дұрыс болады. Электрикаға қатысты біз алдыңғы шығарылымда бастапқы жұмыстарын бір көрсеттік. Әлі толықтырамыз. Және бізде қалғаны вентиляцияның жұмыстары болып тұр. Оған да бөлек тоқталатын боламыз. Қосымша бізде сантехниканың сантехника бар бізде. Сантехника бар. Оны да толықтыратын боламыз. Бұл деген сөз біздің
бұл шығарылыммен тағы да бір көрсеткіміз, айтқымыз келетіні, жұмыстың барысында бұл бір немесе екі адамның, болмаса екі бригаданың қолынан шығатын дүние емес, бұл целый команда. Әр істі өзінің маманына тапсырып, соның басында дұрыс қадағалау болатын болса, ол үй, Құдай қаласа, тек сұлулығымен ғана емес, ол беріктігімен ұзағырақ жұмыс жасап, сіздерге қызмет жасап беретін болады. Дұрыс қой? Артымызда не жұмыстар жүріп жатыр, Рәке? Что-то бұзылып жатыр ғой бір-екілер. Иә, Бұзылып жатыр ғой. бізде навестің дизайны проектте берілген. Яғни сол қазіргі ендей өзіміз осы уақытта келген үшін наместе по факту былайша айтқан кезде тапсырыс берушінің көзқарасы кішкене өзгеріп, дизайнды өзгертіп жатырмыз. Сол үшін мынау өзімізге басында проектпен істелген дүние өзгеріліп, қазір басқаша бір формамен шығайын деп жатыр. Оны да толықтыратын боламыз. Біз бастапқыда осы бірінші выпусктарда үйдің біткен кездегі түрі қандай болу керек деген суретті көрсеткенбіз. Сол жерде навес кішкене өзгеріске ұшырап отыр. Бұл деген сөз біз жобалау кезінде және құрылыстың сол моментке келген кездегі өзгеріс болатын болса, егер өзіміз құрылысты жауапкершілігімізге алып өзіміз жүргізетін болсақ, ол жерде осы қызмет түрлерінің барлығы сіздерге тегін жасалатын болады. Себебі әрбір ой, әрбір ұсыныс дұрыс ескеріліп, егер ол ұсыныс конструктивный жағынан да, тиімділік, сұлулық жағынан да егер дұрыс шешім болатын болса, біз оны екі қолдап қолдауға дайынбыз. Бастапқы сіздерге көрсеткіміз келген G формасындағы идеямыздың үйдің боковой фасадындағы бізге керекті форма уже шығып бітіп жатыр дәл қазір. Төбедегі біздің аликабондқа қатысты жұмыстардың ең показательный этапына келіп тұрмыз. Біздегі композитный панельге кез келген осы частный, коммерческий болсын, частный болсын, барлық ғимараттардағы біздің осы композитный панельге қатысты, аликабондқа қатысты жұмыстарды жүргізетін Ислам мырза. Сол кісіні сіздерге таныстырсақ. Уалейкум ассалам. Ислам мырза, жалпы осы аликабондқа қатысты біз анау құрылыста ғана емес, жобалаудың өзінде кейде мынандай сұрақтар болады. Ол қанша болады, болмаса қалай жасалады, процесс қанша уақытта алады, ол материал қанша жылға гарантия беріледі деген сияқты сұрақтар бар. Сен солардың барлығына толық тоқталмасақ та, қысқа тоқталып өтсек. Так, бірінші сұрақ, аликабондтың қанша түрі бар? Мен мына жерден кішкене сұрақтар түртіп алдым, основной. Бізде проект барысында қойылады деген сұрақтар. Аликабондтың қанша түрі бар? Екі түрі бар. Ол екі түрі жаңағыдай матовый, глянцевый бөлінеді. Матовый дегеніміз ол күнге жаңағыдай неге жалтырамайды. Глянцевый дейтініміз кәдімгі айна сияқты болып, адам беті, түрі сөйтіп. Ол отражать етеді. Отражать етеді. Біздің объектідегі қолданылып жатқан ол матовый түрі. Себебі бізде қоғамдық ғимарат емес, жеке тұрғын үй болғаннан кейін бұл биіктігі де қатты биік емес. Сол себептен жан-жағындағы айналасындағы тұрған дүниелерді отражать етіп, эффектін қатты фокусты өзіне алып қоймас үшін біз матовый түрін таңдадық. Бұны жақын бір-екі кусоктан тағы да қосымша көрсететін боламыз, қандай разницасы бар. Жаңа фонарик, телефонның фонаригін қосқан кезде де ол байқалады өзі. Сосын негізі жалпы қай түрі көп қолданылады? Сұраныста қайсысы көбірек? Ақ матовый, антрацит, жаңағыдай деревянный. Жоқ, именно матовый ма или глянцевый ма? Қайсында сұраныс көбірек? Бізде өткен жылы основной глянцевый қолданатынбыз. Осы жылдан бастап бізде уже матовый қолданатын цветтердің ең көп сол матовый. Основной ақ матовый осы жылы сұранысқа ие. Жақсы. Так, талшына жақ қалай болады? Қандай қалыңдығы, плотность дейміз? Жаңа сіздердің тілдеріңіз айтқан кезде микронмен өлшенеді ғой бұл. Бізде 4 мм болады, аликабондың қалыңдығы. 21 микрон болады. Алюминий 21 микрон, екі жағда 21, сол кезде 42 микрон болады. Ол волна ұстамайды, жаңағыдай анау біздің хай-тек үйлерімізге и коммерческий зданияда ол кәдімгі косячный болып, әдемі болып көрініп тұрады. Жақсы. Сосын сұрақ, бізде қазір аликабонд стикпен бірге жалғанып тұр. Мына жерде байқауға болады, стикпен жалғанып тұр. Бізде өзімізде де проектті кейде ұсынамыз енді. Жобаға байланысты стик береміз, немесе жаңағыдай шов береміз. Сол шов қанша сантиметр болады максимально и минимально қанша сантиметр болу керек? Мысалға, кейбір кісілер енді өзінің объектісінің архитекторлар енді бізге жасатпай басқа кісілерге де жасатып жатқан жағдайда суретіне қарап сұрақ туады. Мынау шов біз жасай аламыз ба? Кейде 1 сантиметр, кей жерде 2, кей жерде 3 сантиметр деген сияқты. Бұның өзінің технологиясын сақтап жасаған жағдайда минимально қанша сантиметр болады сол шов? Біздің шовымыз былайына түскен кезде 2 сантиметр болады. Дизайнерскийде суретте қалай шығады
деп айтады, мысалы суретте мысалы шов береді, сол 2 сантиметрде сол суреттегі шов шығады. Суреттегі иә, шов 3 сантиметр 4 сантиметр уже үлкен, уже некрасиво болып қалады. Ол бізде істеуге болады, биік зданиялардың парапетінде болады, ол алыстан көрінген жағдайда шовты көрсету мақсатында. Немесе освещение қойылған жағдайда. Освещениеге қатысты сразу айтып кетейікші, мына жерде бізде байқауға болады. Мынау біздің парапетте именно сынған диагоналынан сызылған линиямыздың ішінде освещениенің орны тасталған лоток. Оны біз құрылысты, яғни осы жұмыстарды басталмай, монтаж жұмыстарын бастамас бұрын электрикті шақырдық, осы жерде талқыладық. Ол өзіне қатысты тереңдікті айтып кетті, қандай размер тастау керек екенін. Соған қатысты бізде Ислам мырзаның жігіттері осы жердегі жұмыс жасап жатқан толыққанды нешеге неше тастап кетсе, ол ары қарай жұмысын жалғастыра береді деген сияқты келісімнен кейін жалғасқан. Ол процесстерді біз біткеннен кейін тағы да көрсетеміз, қандай эффектіні біз көргіміз келгенін. Одан кейінгі сұрақ, бізде завод қай жақта, бұл біздің өзімізден шығатын дүние ма, или бізге импорттан кіре ма? Бізде қазіргі істеліп жатқан аликобонд өзбекстанский аликобонд. Ол өзбекстанский аликобонд жаңағыдегі анау китайскийден свет жақсы, и российскийден свет жақсы. И біраз уақыт жаңағыдегідей өзінің түсін жоғалтпайды. Заводтың өзі жаңағыдегі 15 жыл гарантия береді осы светке. А так ол завод минимальный гарантия береді. 10-15 жылда. Кемі ол? Кемі, иә. Өйткені ертең завод ұялып қалмас үшін минимальный береді, любой заводта. А так былайша 20 жыл сөйтіп нетіп тұрады. Одан кейін жаңа айтып отырсыз ғой, китайскийге қарағанда деп. Бізде негізі аликобонд бірінші біздің нарыққа кірген кезде, кіргеніне де біраз жылдар болды. Кішкене отрицательный отзывты сол китайский материалдардан қалып кетті ау деймін бізде. Қазір уже былайша айтқан кезде аликобондқа деген көзқарас дұрысталды. Өзінің срок эксплуатациясына байланысты, жасалған кейінгі цветін ұстап қалуына байланысты. Сол себепті бұны қорықпай қолдана беруге болады деген сөз. Гарантия мәселесі қалай болады? Қанша жылға гарантия завод береді, қанша жылға сіздер бересіздер? Гарантия, мысалы, арзанды заводтар бар, олар, например, 7 жыл, 8 жыл. А біз өзіміз істеп жатқан фирма, ол завод 10 жыл, 15 жыл гарантия береді. Өйткені біз қазіргі істеліп жатқан аликобонд, біз ең качественный аликобондпен істейміз, Өзбекстандағы ең алды аликобондпен. Қазіргі уақытта анау цехтен шығып жатқан аликобондтар да бар, үйдің ішінен цехтен шығарады, оларға уже гарантия жоқ. 2 жыл басып істейді де, 2 жылдан кейін жаңағыдай завод банкрот дейді, ананы жабады, уже ешкімге гарантия жаңағыдай нетпейді, не дейді анау. Не алмайды, жауапкершілік бермейді. А біз істеп жатқан фирма біреуін істеп жатқанда 15 жыл болған, біреуін істеп жатқанына 10 жыл болған. Бірақтан осы аты әліге дейін ауысқан жоқ та. Сол Алистар и Алимакс болып келе жатыр осы уақытқа дейін да. Бізде кейде өзі кез келген құрылысты жүргізіп жатқан адам осы парапетке қатысты келген кезде, бұл енді соңғы жасалып жатқан бір где-то 80% құрылыстың біткен кездегі жұмыстар ғой. Ол кезде уже кез келген адамның қаражаты определенный жерге жетіп қалған кез болады. Сол себепті тура сол кезде экономдау процесі басталады. Сол экономдау барысында аликобондқа қатысты жасататын болсаңыздар, қандай фирманы таңдасаңыздар да историясын тексерсеңіздер, қанша уақыттан бері жасалып жатыр, қандай жұмыстары бар. Немесе мысалға біздің өзімізге келетін болсақ, біз проекттің жасау барысында аликобондтың цветін, цветовой кодын барлығын көрсетеміз, және де ссылка бере аламыз, қай компаниямен жұмыс істеуге болады. Бірақ навязывать етпейміз. Біз сол компаниямен міндетті түрде жасаңыздар деп ешкімді қинамаймыз. Біз тек қана альтернативный бір-екі вариант беруіңіз мүмкін, таңдау өздеріңізден болады. Бірақ біз ұсынған варианттың өзінде, жаңа Ислам мырза айтып өткен сияқты, жасап жатқанына 5 жыл, 10 жыл нарықта жүрген компанияларды ұсынамыз. Өйткені действительно жаңағындай айтылып жатқан сияқты 1 жыл, 2 жыл жұмыс істеп, үлкен объемды алып, жұмыстың біткені бар, бітпегені бар, не компания жоқ, не мастердің өзі жоқ. Сондай бір қиындықтар туылып жатады. Ол деген сөз, сіздің жұмысыңыздың процесі бір 80%-ға кеп қалған болса, оны ары қарай басқа мастерлердің келіп жалғастыру да қиын болады. Өйткені технологиясы басқаша, почеркісі басқаша, дұрыс па? Ол жерде сізде келісім болады, жалғастыру кішкене қымбат болуы мүмкін, немесе басынан алдырып бастап, басынан жасату керек болады. Сол себепті ол шығынға түспес үшін, компанияны таңдау кезінде дұрыстау мән беру керек. Дұрыстау мән беру керек. Жақсы. Сосын жалпы біздің осы архитектуралық идеяны фасадты жасау барысында, үй болсын, коммерческий объект болсын, форманың сложностына байланысты сіздерде основной профильде тұрады. Бірақ мынау сияқты бізде қазір мынандай изломдар тұр ғой, сынған жерлері, ол жерде астында квадрат трубадан өзінің каркасын сварщиктерге жұмысты жасатып аламыз бірінші. Жұмысты жасатып аламыз. Тура осы біздегі процесс жасаған маманмен де біз арнайы осындай 1-2 сұхбат жүргізетін боламыз. Бізде қазір қапталып қойған бетте тұрмыз, қапталмаған бетіне барып жалғастырайық. Кеттік. Жаңағы айтып кеткен қиын формаларды біз алдымен каркас тоқып аламыз деген, каркасымыз дайын тұр, алдын көрсеткенбіз.
осының сыртынан қосымша аликабондқа бізде профильдер беріледі. иә Сол туралы да ақпарат. бізде өзіміз профильмен сварочный болып жаңағыдей мощный шықпайды. Сварочный жұмыс болғаннан кейін бізде мынаны көріп жатсыздар. Мына жағы бізде 1,5 метр шыққан. Иә. Ар жағы барып бізде 80 сантиметр шыққан. Біз оған өзіміз профильмен сыя алмаймыз. Өйткені мощный болу үшін біз жаңағыдей сол сварщиктерге істетеміз да. Ол мощный болады. Еще біз тағы да ол миллиметр келтіру үшін өзіміз профиль қолданамыз. Иә, қосымша ол сол жерде точно размер шығарасыз. Иә, точно размер шығарып өзіміздің градусымызбен жаңағыдай миллиметр бізде миллиметрмен сенген соң жаңағыдай жіп тартып өзіміз отдельный профиль істейміз. Сосын бізде қазір мынау потолок болып тұр ғой, кішкене наискосок кетіп тұрған. Осы жерлерде освещение кейбір кезде ленточный освещениелер беріп жатады, кейбір кезде точечный болып жатады. Сондай ситуацияларда освещениені қалдырып кету ешқандай қиындық тудырмайды. Жоқ. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Алдын ала электриктеріңізбен ақылдасып, қай жерде не қалады, барлығын тастап, кабельдерді орын-орнымен гофрасымен қаптап, противопожар нормасын сақтап отырып тастап кетсе, қалған аликабондтың мастерлері қалай көрсетті, тура сол размерде істеп кетеді, ешқандай қиындық тудырмайды ол. Светтерге қатысты. Жаңа әңгімеңіз бір бөліп жібердім ғой бас жағында. Осындай светтерден тұрады, антрацит деп ше, ақ, молочный деп. Қандай түстер болады? Біз сияқты проект организациялар ұсынған кез келген түсті тауып бере аламыз ба, цветовой кодын көрсеткен? Или бір альтернативный, заменяющий, родственный цветтер ұсынасыздар ма? Бізде объемға қарай, если объем үлкен болатын болса, біз оны дәл сол цветпен жаңағыдай заказ бере аламыз. Үлкен объем болатын болса, а кішкентай объем болатын болса, оған жаңағыдай заменный цвет дейді ғой. Сол заменный цветпен себуге болады. Жақсы. Жақсы. Сосын ең көп қойылатын сұрақтардың біреуі, сіздердегі аликабондтың формасы объектінің басында дайындала ма, или определенный цехта дайындалып алып келіне ма? Жоқ, бізде объекттің басында дайындалады. Вот, осы жерден сөзді тоқтатайық та, біз қазір біз екінші қабаттың балконында тұрмыз. Астындағы сол процесс дайындалатын жерді бір көрсетейікші. Так, мынау бізде кухнядан шыққан жердегі терраса, яғни пананы сразу орнын дайындап, мастерлер осы жерде станоктарымен жұмысын жасап, кесіп, керекті форманы, размерді барлығын осы жерде шығарып жатыр. Яғни бізде қандай үлкен объем болсын, қандай сложный форма болмасын, ол объекттің басында дайындалады деген сөз. Бұл деген сөз біздің материалдың үлкен преимуществосының бірі. Өйткені объекттің басында дайындалудың өзі сіздің қалтаңыздан қосымша шығынды шығармауының тағы бір себеп болады. Сосын тағы бір мәселе. Біздің дизайнда енді основном аликабондты біз парапетте қолданылады ғой. Хай-тек стильдегі үй болсын, коммерческий объектілер болсын. Біздің ситуацияда Эверест жобамызда G формасын қайталап тұрғаннан кейін, сол формамыздың линиясы үзілмес үшін аликабондтымыз біздің цокольный қабатқа түседі. Яғни біздің фундаментіміздің сыртын қаптайды. Жаңа цокольный қабатқа түседі деген жеріміз, мына форма бітіп келеді да, ары қарай цоколь жалғастырады. Осы ситуацияда, жаңа Ислам мырза айтып кеткен сияқты, өзінің профилінен ғана емес, қосымша усиление беру үшін мынандай каркас тоқылды. Өйткені аликабонд ол антивандальный емес, противоударный емес, өйткені ол көбінесе жоғарғы жаққа арналған. Но біздің дизайнды құртпас үшін аликабондты алып келіп, мына жерден тоқтатып қойып, ары қарай сол цветке ұқсастау керамогранитпен жалғастырып, идеяны бұзып жібермес үшін біз аликабондты жалғастырамыз деп шештік. Жалпы сіздердің жұмыс істеу историяларыңызда цокольный, яғни фундаментке бірінші түсіп жатырмыз, біз бұны практиковать етіп тексеретін боламыз. Қосымша усилениелер беріледі. Алдағы уақытта мына жерде біздегі арадағы пустотный болып қалмас үшін бұның арасын әлі қазір талқыланып жатыр, немен толтыратынымызды. Өйткені сырт жақтан бір кішігірім удар болған жағдайда, ертең бала-шаға ойнайды, велосипедпен келіп соғуы мүмкін. Сондай ситуацияларда өзінің формасын жоғалтпай ұстап тұрып, жаңағыдай сынып кетпеу қаупін алдын аламыз. Жақсы. Сосын енді ең маңызды сұрақтардың бірі, монтаж жасап жатқан жұмысшылардың жұмыс істеу стажы қанша? Біздегі монтаж істеп жатқан жігіттердің ең кем деген стажы ол 10 жыл. 10 жыл. 10 жылдан 18 жылға дейін. Керемет, керемет. Сіздер енді ол ұсталарды объектінің сложностына байланысты бөлесіздер, яғни стажына, басқасына, сложностына. Өйткені біреулер мысалға парапетный частьті, жаңағыда изогнутый формаларды, бір сынған формаларды жақсы жұмыс істесе, біреулер именно біздің навестің астынан қолданылатын потолочный частьтер жақсы жұмыс істейді. Сол сияқты өздеріңіз бөле бересіздер. Бізде екі түрлі жаңағыдай не бар жұмысшылар, жаңағыдай үйде істейтін, жаңағыдай коммерческий зданияны істейтін. Керемет, керемет. Уже оның өзі бөлініп қойған. Уже бөлініп қойған. Жақсы. Енді ең қорытынды сұрақ. Біздің Сәулет Групп компаниясының атынан егер хабарласып жатса,
уже ғимараты дайын, үйі дайын болып қалып, біздің компанияның атынан хабарласып жатса, қанша процент скидка істеп бересіздер? 8%-тен 12%-ке дейін істеп бере аламыз. Арасында сондай жеңілдік жасап бере аласыздар. Ауқымға, объемға байланысты. Керемет. Енді алдағы уақытта тағы да жасалып жатқан процесстер толық көрсетеміз. Сұрақтар болса жазып кетіңіздер. Ислам мырзаға қатысты сұрақтар болатын болса, оны тағы да толықтыратын боламыз. Іске сәт. Рахмет. Тағы да бұның жалғасын объектінің общий формасы шыққан кезде жалғастырамыз. Соған дейін сұрақтарды міндетті түрде жазып кетіңіздер.